Қайырлы таң. Біздерде бүгін 5 қаңтар. Балдар 3 жұмалық каникулдары, қысқы каникулдары бітіп, енді 3 тоқсан басталып жатыр. Негізгі балдар осы 3 жұмалық каникул кезінде біздер енді көшіп жүрдік қой. Сондықтан олар үйреншікті сағат кешкі 7:30-нан бастап ұйқыға дайындалу режимінен шығып кетті. Шыны керек, мерекелер болды, жаңа жылды қарсыладық, сөйтіп өте кеш жатып жүрді. Сосын таңертең өте кеш тұрып жүрді. Енді бұрынғы қалпымызға, бұрынғы режимімізға кері келуіміз керек. Сағат кешкі 7:30-да жатып, енді сағат 6-ларда тұру керек бұл дейтін. Көп айтады, сіз қалай балдарды үйреттіңіз деп. Ол енді балдардың өздерінің денсаулықтары үшін өте маңызды. Ұйқылары қанық, 10 сағатта ұйықтаған болса, яғни олар күн ұзаққа энергиялары, шабыттары жақсы болады деген сөз. Соған енді кері оралуымыз керек. Қазіргі жаңа орнымыз мектебімізден жарты сағат жерде орналасқан. Сондықтан бүгінгі күннен бастап жарты сағатқа бұрын тұрамыз. Яғни мен 5:30-нан, қалған жанұя мүшелерім сағат 6-дан бастап тұрады да, таңғы тамақтарымызды ішіп, сосын менің тағы да жұмысым балдарға түскі ас дайындау. Еуропаның барлық елдерінде білетіндегідей түскі асты үйден алып кетеді ғой. Соны қазір дайындап, таңғы астарын дайындап, сөйтіп 3 тоқсанымызды бастаймыз.